Бәріңе сәлем, бұл мәңгілік футбол арнасы және Реал Мадрид тарихының екінші бөлімі. Егер бірінші бөлімді көрмеген болсаңыз, онда оң жақтағы шыққан сілтемені басып, немесе төмендегі сілтемемен өтіп, алдымен бірінші бөлімді көрсеңіздер болады. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, каналға жазылуды естен шығармаңыз. Әйтпесе кейін ұмытып кетесіз. Олай болса, көп созбайық, біз бастаймыз. Хосеп Гвардиоланың арқасында Барселона Испания чемпионы деген атақты қайтарып алды. Қайта күшейген Барселона Реалға үлкен қауіп төндірді. Сондықтан 2009 жылы Реал президенті болып қайта сайланған Флорентино Перес қайтадан жұлдыздарды жинай бастады. Перес Кальдеронның президент болған уақытын Реал тарихынан өшіріп тастауға тырысты. Ол Кальдерон тағайындаған басшылардың бәрін жұмыстан шығарды. Тіпті сатып алынған ойыншылар да кетті. Сол жылы Реал трансферге 250 миллион еуродан астам қаржы жұмсады. Бірақ осы трансферлік терезенің арқасында Реал шынында күшейді. Реалдың шабуылдағы жаңа жұлдыздары Роналду, Кака және Карим Бензема болды. Роналдудың трансфері Перес үшін өте нәтижелі болды. Президент бірден жақсы бомбардир мен жұлдызды ойыншыны сатып алды. Бірақ бұл жерде де таяқтың екі ұшы бар. Роналдудың атынан көбірек ақша табу үшін және оның имиджін өсіру үшін Реалдың аңызына айналған 7-ші нөмірде өнер көрсететін Раульмен қоштасуға тура келді. Осының кесірінен жанкүйерлер Переске өз наразылығын көрсете бастады. Жанкүйерлер бұрынғы жұлдыз қуған Перестің қайта оралғанына сенімді болды. Бірақ бұл жолы Перес өз жоспарын өзгерткен еді. Сол 2009 жылдың жазында Реалға жас жұлдыздардан бөлек Хави Алонсо, Рауль Альбион және Альваро Арбело келді. Осылардың арқасында Реалдың қорғанысы нығая түсті. Тағы бір жылдан кейін Реал қатарына талантты жас ойыншылар Анхель Ди Мария, Месут Озил және Сами Хедира келіп қосылды. Бұл трансферлер Перестің ойын өзгерткенінің дәлелі еді. 2010-2011 жылғы маусымның басында Перес тағы бір қателігін түзеді. Реалдың бас бапкері болып Мануэл Пелегридің орнына Жозе Мауриньо тағайындалды. Португалдық маман Интерде көрсеткен керемет маусымынан кейін бірден Реалға келді. Сол жылы Мауриньоның беделі шарықтап тұрған еді. Реалға жұлдызды бапкер келді. Испания астанасына келе сала Мауриньо Гвардиола басқаратын Барселонамен кескілескен шайқасқа түсті. Бірақ Барселона секілді құпыжықты жеңу оңай болмады. Барселона алдынан шыққанды жайпап жатыр еді. Чемпионатта Реал жақсы қарсылық көрсетті. Бірақ сонда да Барселонадан 4 ұпай қалып екінші болып аяқтады. Чемпиондар лигасында Барселона жеңіп алды. Сол маусымда Реал бірде-бір жүлдесіз қалуы мүмкін еді. Бірақ Мауриньо бұған жол бермеді. Испания кубогының финалында Роналдудың қосымша уақытта салған голының арқасында Реал Барселонаны жеңді. Тапсырма күшейген сайын Мауриньоға көп жұмыс істеуге тура келді. 2011-2012 маусымда Мауриньо таң қалдыратын дүниелер жасады. Барселонаны басы бозу үшін Реалға мүмкін емес дүниені істеу керек еді. Және Реал бұны істеді. Корольдік клуб Ла Лигада 100 ұпай жинады. 32 жеңіс және 121 гол соқты. Бұл көрсеткіштердің бәрі рекорд еді. Тек осының арқасында ғана Барселонаны басы бозуға мүмкіндік туды. 2012-2013 жылға маусымның басталуына аз қалғанда Реалдың барлық жанкүйерлері өткен жылғы жеңісте жалғасатынына сенімді болды. Бұған қоса Барселонадан Гвардиола кеткен еді. Бірақ корольдік клубта бапкер мен ойыншылар арасында азаматтық соғыс басталды. Мауриньо жеңіске жету үшін барлық құралдарды қолдану керек деп есептеді. Ол көп айқайлайды, төбелеске шақырады, тіпті кейде шеттен шығады. Ал Икер Касильяс Барселона мен Реал соғысты тоқтату керек деп есептеді. Және ол Барселонаның көшбасшыларымен сөйлесіп соғысты тоқтатты. Мауриньоның көзіне бұл әлсіздік пен сатқындық болып көрінді. Және бапкер аңызға айналған қақпашыны қосалқы құрамға жіберді. Бүкіл құрам екіге бөлініп кетті. Осының салдарынан Реал чемпиондық түгілі бірде-бір жүлдесіз қалды. Әрине суперкубокты қоспағанда. Ол ешкімнің есіне де түскен жоқ. Жозе екіге бөлінген құрамды қайта жіне алмайтынын түсініп командадан кетті. Жанкүйерлердің наразылығы және сәтсіз өткен маусым Мауриньоның беделіне нұқсан келтірді. Бірақ осыған қарамастан Мауриньоның Реалдағы бапкерлігі сәтті өтті деп айтуға әбден болады. Өзіңіз ойлап қараңыз.
Испания кубогындағы және Ла Лигадағы жеңістерден бөлек Мауриньо Реалды жыл сайын Чемпиондар Лигасының плей-офф кезеңіне дейін жеткізіп отырды. Бұндай нәтижелерді Дель Боскеден кейін Реалда ешкім көрсетпеген еді. Және Мауриньоның ең басты шешімдерінің бірі ол Зиданды өзінің көмекшісі етіп тағайындау. Сол уақытта бұған ешкім мән берген жоқ. Зидан өзіне жүктелген міндетке байланысты әрқашан негізгі құраммен байланыста болды. Бұл болашақта Зиданның бапкерлік мансабына көп көмегін тигізді. Бұған қоса Бенземаның Реалға келуіне және оның командаға сіңісуіне Зидан жеке өзі көмек көрсетті. Жақсы жетістіктерге қарамастан Мауриньо өз артында қираған команданы қалдырды. Бірақ бұл Жозені алмастырған Карло Анчелоттиге кедергісін келтірмеді. Сабырлы, байсалды, ешкіммен жанжалдаспайтын итальяндық маман өзінің айналасында команданы жинай алды. Бұл бірден өз нәтижесін берді. 2013-2014 жылғы маусымда Реал Чемпиондар Лигасының финалына шығып, өз көршілері Атлетико Мадридті жеңді. Осылайша Реал футбол тарихында қалқан құлақ кубокты 10 рет жеңіп алған алғашқы команда атанды. Және тағы бір айтатын дүние. Өткен видеода мен Реал Чемпиондар Лигасын 8 рет жеңіп алды деп айтқан болатынмын. Себебі 1992 жылға дейін бұл турнир Европа Чемпиондар Кубогы деп аталған. Сондықтан екеуін бөліп айтқан дұрыс деп шештім. Әрине екеуі де бір турнир. Бірақ сол уақытта Реал Чемпиондар Лигасын емес, Европа Чемпиондар Кубогын жеңіп алған. Чемпиондар Лигасындағы жеңісіне қарамастан Карло Анчелотти Ла Лигада 2 рет қатарынан чемпиондықты жеңе алмады. Бұл Переске ұнамады және Карлоға Реалдан кетуге тура келді. Анчелоттидің басшылығымен Реал керемет өнер көрсетті. Бірақ енді Перес үшін ең бастысы жүлде еді. Реалдың жаңа бапкері болып Рафаэл Бенитес тағайындалғанда Анчелоттидің кетуі одан да үлкен ақмақтық болып көрінді. Бенитес беделді болмаса да үлкен турнирлерде қалай жеңіске жетуді білетін еді. Осы тұсы жағынан Бенитес Перестің көңілінен шықты. Сол уақытта Перес барлық турнирлерде жеңіске жетуді армандап жүрген еді. Бірақ екінші жағынан Бенитесте басшыға тән қасиет болмады. Оған көп жанкүйерлер сенбеді. Реал көптеген ойындарда жеңіле бастады. Перес Бенитестің ештеңе істей алмайтындығын түсінді. Және 2016-2017 жылғы маусымның басында Реал бас бапкері етіп Зинедин Зиданды тағайындады. Бұл өте қауіпті өзгеріс болды. Зиданның ешқандай бапкерлік тәжірибесі жоқ. Бұл жағынан Зидан Рафаэлден қалып тұрғанымен, беделі жағынан әлдеқайда алда болды. Зидан беделінің арқасында команданы өзіне қарата алды. Осыдан кейін ол командаға бірнеше өзгерістер енгізді. Мысалы, Зидан Реалға Лионның физикалық дайындыққа жауап беретін жаттықтырушысы Антони Пинтусты алып келді. 2015-2016 жылғы Чемпиондар Лигасында Реал фаворит емес еді. Бірақ плей-оффқа дейін Реалға мықты командалар түспеді. Рома мен Вольсбург Реалдан әлдеқайда әлсіз екендігі бәріне белгілі. Бірақ немістерді ұту үшін Реалға біраз қиналуға тура келді. Мадридтіктер бірінші ойында 2-0 есебімен жеңіліп, екінші ойында кэмбэк жасап жартылай финалға шықты. Манчестер Ситиге қарсы өткен жартылай финалда оңай болмады. Реал 2 ойында салынған жалғыз Бейлдің голының арқасында финалға шықты. Ал финалда Зиданның шәкірттеріне Атлетикоға қарсы одан да қатты қиналуға тура келді. Реал тек пенальтидің арқасында ғана қалқан құлақ кубокты жеңіп алды. Реалдың жеңісін кездейсоқтық деп атау қиын. Бірақ шынына келгенде сәттілік корольдік клубтың жағында болды. Ол жылдары корольдік клубты Европаның ең үздік командасы деп атау қиын еді. Реалдың жеңісін ешкім күтпеді, тіпті өз жанкүйерлері де. Көбісі бұл жеңісті кездейсоқ деп түсіндірді. Бірақ 2016-2017 маусымда Зидан өзінің талантты жаттықтырушы екендігін дәлелдеді. Біріншіден Реал Ла Лигада керемет өнер көрсетті. Корольдік клуб 3 турдан кейін-ақ бірінші орынға шығып, чемпионаттың соңына дейін бұл орынды ешкімге бермеді. Дәл осындай жағдай Чемпиондар Лигасында да қайталанды. Реалды ешкім тоқтата алмады. Бавария Реалды жеңуге жақын болған. Бірақ Реал немістерге қосымша уақытта жауапсыз 3 гол салып, Роттенің жеңіске деген үмітін тас-талқан етті. Ал жартылай финалда көршілер қайта кездесті. Бұл ойын Роналдудың ең қатты жарқыраған сәті еді. Бірінші ойында Роналду хет-трик жасап, Атлетиконы жеңіске деген үмітінен айырды. Жауапты ойындағы Атлетиконың жеңісі ештеңені өзгертпеді.
Реал финалда Ювентусты 4-1 есебімен жеңгеннен кейін көбісі Зиданның талантын мойындай бастады. Зидан тіпті маусымның ең маңызды ойынының үстінде тактиканы өзгертуден қорықпады. Осының арқасында Зидан басқарған Реал футбол тарихында Чемпиондар лигасын 2 рет қатарынан жеңіп алған алғашқы команда атанды. Және достар, тағы қайталап айтамын. 1992 жылға дейін Чемпиондар лигасы басқаша аталған. Және ол уақытта бұл кубокты 2 рет, 3 рет, тіпті 5 рет жеңген командалар бар. Бірақ дәл Реалдың 2 рет қатарынан жеңгені 1992 жылдан бастап есептеледі. Комментарийде тек Реал қатарынан 2 рет жеңген жоқ деп жазудың керегі жоқ. 2017-2018 жылға Чемпиондар лигасында Реалдың ең үлкен фаворит екені анық болды. Сол маусымның екінші жартысында Зидан Ла Лига чемпиондығы үшін таласа алмайтындығын түсініп, бар күшін Европаның басты жүлдесі үшін жұмсады. Бұған дейін Реалға сәттілік жолдас болса, 17-18 жылғы маусымда Реалдың Чемпиондар лигасында ойындарының бәрі сынаққа толы болды. 1-8 финалдың өзінде Реалға ПСЖ түсті. Бұл ойында ПСЖ фаворит еді. Бірақ корольдік клуб 5-2 есебімен сенімді түрде жеңіске жетті. Содан кейін Реал Ювентусты қонақта тас-талқан етті. Осы ойында Роналду өз мансабындағы ең керемет голдардың бірін салды. Бірақ Сантьяго Бернабеуде Реал маусымдағы ең нашар ойындарының бірін өткізді. Ювентус 3 гол салып камбек жасаған. Бірақ соңғы минуттарда Ювентустен сәттілік теріс айналып, Картсиньордың қақпасына пенальти белгіленді. Әрине, Роналду бұл пенальтиді мінсіз орындап, командасын жартылай финалға алып шықты. Бірақ финалға жету үшін Реалға немістердің алыбын жеңу керек еді. Баварияның жеңісіне көбісі сенді. Сонда да Бланкос қонақтағы жеңісінің арқасында финалға шыға алды. Финалда әдеттегідей Реалға мықты команда жолықты. Зиданның 3-ші рет қатарынан жеңісіне Юрген Клоптың Ливерпулі кедергі жасады. Бірақ бұл жолы да Реал жеңіске жетті. Шешуші ойын Мохамед Салахтың жарақатымен, Кариустың өте үлкен қателіктерімен және Гарет Бейлдің керемет голымен есте қалды. Мадридтер қалған құлақ кубокты 3-ші рет қатарынан жеңді. Осы жеңістердің арқасында Зинедин Зидан Реал тарихындағы ең үздік бапкер атанды. Киевтегі финалдан кейін Зидан бас бапкер қызметінен кетіп, 2019 жылдың наурызында Ла Лиганы жеңіп алу үшін қайта келді. Ал 2021 жылдың жазында аңызға айналған бапкер өз орнын Карло Анчелоттиге босатып берді. Перестің жасаған қателіктерін жинап айтуға болады. Олар аз емес. Бірақ дәл осы адамның келісімен Реалда жаңа эра басталды. 20 ғасырдың екінші жартысында Европада үстемдік орнатқан Реалды еске алып, Флорентино Перес өз жұлдыздар командасын жинауды басты мақсат етті. Егер біртіндеп қарайтын болсақ, футбол тарихында ешбір басқа команда осыншама жұлдызды ойыншыларды жинамаған еді. Перес ойланбай қабылдаған шешімдеріне қарамастан Реалды аяғына нық тұрғыза алды. Егер өткенге көз жүгіртсек, жүздеген миллион қарызы бар клубтар көп өмір сүрмеген. Бірақ Перес бұл мәселені тез шеше алды. Қарыздан құтылғанына қарамастан, президент жыл сайын миллиондаған қаржыны трансферге жұмсап отырды. Достар, бүгінгі видео соңына жетті. Егер сізге біздің еңбегіміз ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпайық. Және аман сау болыңыз, келесі шығарылымдарда кездескенше.